Қайырлы күн оқырмандар, бүгін сіздермен бірге өте дәмді ватрушка дайындайтын боламыз. Менің каналыма қош келдіңіздер. Ең алдымен бізге жылы сүт қажет, 300 мг. Сүтімізге 4 ас қасық құмшекер қосамыз. Bir ас қасық дрожж алып, жақсылап араластырып аламыз. Сүт ыстық болмау қажет, дрожжымыз пісіп кетеді, сондықтан жылы болу қажет. Bir ас қасық пісте майымызды қосамыз, bir жұмыртқа қосамыз. Bir шай қасық тұзымызды қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Бізге 450 немесе 500 грамм ұн қажет. Қамырды жұмсақ қып илейміз. Ұн көп қоспаймыз. Міне менің қамырым өте жұмсақ болды. Енді қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 300 грамм творог, дәміне қарай құмшекер және де 1 жұмыртқа қосамыз. Ватрушканың дәмді болуы осы начинкаға байланысты, сондықтан құмшекерді жақсылап салып, араластырып аламыз. Жақсылап вилкамен еземіз, немесе блендермен езсеңіздер де өте әдемі болады. Менің қамырым өте әдемі көтеріліп қалыпты. Ендеше ватрушкамызды дайындайық. Осылай бірнеше бөліктерге бөліп, қамырымызды домалақтап аламыз. Қамырларыңыз қолға жабысып жатса, кішкене ұн қоссаңыздар болады. Жақсылап домалақтап, барлығын бірдей етіп қоямыз. Қамырларымызды противенге қойып, қамырымызды осылай бокалмен үстінен басып шығамыз. Ортасын қаттырақ басыңыздар, творогымыз көтеріліп кетпеу қажет. Тағы да бір рет үстінен басып шықтым. Енді начинкамызды саламыз. Енді жұмыртқаны жақсылап жағып шығамыз. Бәріне тегіс бірдей етіп жағып шығыңыздар. Міне біздің ватрушкаларымыз осылай көтеріліп, өте әдемі болып пісті. Қараңыздаршы, өте жұмсақ. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлі де көптеген рецепті шығаратын боламын.